Абай облысында орман өртімен күресте қаза тапқан өрт сөндірушілер мен орманшыларға ескерткіш ашылды. Ашылу салтанатына облыс әкімі Нұрлан Оранхаев, облыстық мәслихат төрағасы Қуаныш Сүлейменов, қаза тапқан орманшылардың туыстары, мемлекеттік органдардың қызметкерлері және жергілікті тұрғындар қатысты. Шарада батырлардың құрметіне гүл шоқтарын қою рәсімі де өткізілді. Ескерткіштің авторы мүсінші Нұрбол Қалиев. Гранит тұғырға орнатылған 8 метрлік ескерткіш тілсіз жауға қарсы тұрған Семей орманы резерватының батыл орманшыларының рухына тағзым іспеттес. Қоладан жасалған ескерткіш қаза тапқандардың батылдығы мен өз ісіне деген адалдығын бейнелейтін рельефтермен безендірілген. Абай облысының әкімдігі төтенше жағдайлар департаментімен бірлесіп елді мекендерді көктемгі су тасқыны кезеңіне инженерлік қорғау жоспарын әзірледі. Жоспарға жағалауларды нығайту, өзендерді тазалау және тереңдету, бөгеттер салу, көпірлерді жөндеу және су өткізгіш құбырларды орнату сияқты су тасқынының алдын алуға бағытталған 63 шараны жүзеге асыру кіреді. Бұл шаралар облыстың 6 ауданындағы 40 елді мекенді су тасқынынан қорғауға бағытталған. Департамент тарапынан төтенше жағдайлар тыңғылықты дайындалу мақсатында су тасқыны кезеңінде 11 жүзу құралы мен қарда жүретін 2 техника сатып алынды. Оны қысқы және көктемгі кезеңде де қолданылуға болады. Облыстың 2023-2027 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық даму аясында Семей қаласындағы Ертіс өзенінің жағалауын бекіту жұмыстарының жобасы әзірленуде. Семей қаласының әкімі Нұрбол Нұрсағатов әр апта сайын азаматтарды жеке сұрақтары бойынша қабылдайды. Бүгін қалалық әкімдікте Нұрбол Нұрсағатов тұрғындарды жеке сұрақтары бойынша тағы да қабылдады. Қабылдау барысында барлығы 16 өтініш қаралды. Жеке мәселелерден басқа тұрғындар сумен жабдықтау, абаттандыру және де тағы басқа мәселелермен жүгінді. Тәуелсіздік ұрпақтары гранты Қазақстан Республикасы президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамасымен Қазақстан тәуелсіздігінің 30 жылдығы құрметіне 2021 жылдан бастап беріліп келеді. Бүгінге дейін елімізде грант аясында 90 азаматқа 6 бағыт бойынша гранттар табысталған. Ағымдағы жылы берілетін гранттарға өтініштер 7 қазанда басталды. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифингте Абай облысы ішкі саясат басқармасының бөлім басшысы Гүлнұр Ыдырышева мәлімдеді. Абай облысында биылғы жылы облыстық тәуелсіздік ұрпақтары гранты берілетін болады. Грант Абай облысының ішкі саясат басқармасы әлеуметтік тапсырмасы аясында ұйымдастырылып отыр. Облыс бойынша үздік 5 жобаға миллион теңге көлемде қаражат тағайындалды деп атап өтті Гүлнұр Ыдырышева. Жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған Сымбат Қайратқызы. Семей таңы YouTube арнасына тіркеліп, маңызды жаңалықтардан хабардар болыңыздар.